Сабақ тақырыбы жұмысқа қабілеттілік және ұйқы гигиенасы. Жұмысқа қабілеттілік дегеніміз адамның белгілі бір мақсатқа бағытталған әрекетті тиімді орындау қабілеті. Шаршау дегеніміз бұл адамның уақытша әлсіреп, біраз демалғаннан кейін қайта қалпына келетін жай-күйі. Қажу дегеніміз ұзақ уақыт бойы жиналған шаршаудың нәтижесі. Қажыған адам ашушаң, көңіл-күйі тұрақсыз, зейіні мен еңбекке қабілеті төмен болады. Зорығу дегеніміз қажудың асқынған түрі. Мұндай жағдайда жүрек, қан-тамыр, жүйке, эндокриндік және ас қорыту жүйелерінің жұмысы бұзылады. Жұмысқа қабілеттіліктің сатылары: бірінші, жұмысқа кірісу, ол 20-25 минуттан 1-1,5 сағатқа дейін уақытты алады. Екінші, оңтайлы жұмысқа қабілеттілік, қажу байқалмайды. Үшінші, қажу, яғни жұмысқа қабілеттілік төмендейді, күшті қалпына келтіру үшін демалу керек. Дұрыс ұйымдастырылмаған және шамадан тыс жұмыс жүктемесі адамды тез қажытады. Еңбек пен демалысты дұрыс ұйымдастырып, күн тәртібін сақтағанда жұмысқа қабілеттілікті ұзақ жылдар бойы сақтауға болады. Жұмысқа қабілеттілікке басқа да жағдайлар әсер етеді. Мысалы, жұмыстың мақсаты, адамның ықыласы, жауапкершілік сезімі. Мысалы, Ұлы Отан соғысында майдан қасында госпитальда хирургтар күніге 200-ден астам операция жасаған. Яғни олардың жұмысқа қабілеттілігі жоғары. Өйткені жарақат алған адамдар уақытылы операция жасамаса, тірі қалмауы мүмкін еді. Сонымен бірге, тылда адамдар жұмыс жасаған және оның ішінде кәмелет жасқа толмаған балалар да бар еді. Жаңа туған сәби тәулігіне 20-22 сағат ұйықтайды. Жасы ұлғайған сайын ұйықтау уақыты азаяды. Балалар ұйқысының 2-4 сағатын не одан да көп сағат қысқартатын болсақ, ми қызметіне теріс әсер етеді. Балалардың ұйқыны қажетсінуі олардың денсаулығы мен физиологиялық дамуына байланысты. Сондықтан ұйқының белгілі бір ұзақтығы жас ерекшелігіне байланысты. Белгілі бір уақытта ұйықтап, оянуды әдетке айналдыру керек. Адамда ұйқы жағдайына шартты рефлекстер оңай қалыптасады. Мысалы, сағаттың тілі, кешкі киім ауыстыру, жуыну, тағы басқа іс-әрекеттерді жатқызамыз. Төменде кестеде жас ерекшеліктеріне байланысты ұйықтау ұзақ, яғни сағат тілімен көрсетілген. Ұйқы гигиенасы: тұрақты ұйқы режимі, дұрыс тамақтану, желдетілген бөлме, ыңғайлы төсек орын, ұйықтар алдында серуендеу. Енді оқу тапсырмасы. Оқушы сабақ соңында тез шаршап, зейіні төмендейді. Бұл жағдайдың себептері мен шешу жолдарын жазыңыздар. Тапсырма жауабын тексерейік. Себептері: ұйқының аздығы, үзіліссіз ұзақ оқу, дұрыс тамақтанбау. Шешу жолдары: демалыс үзілістерін жасау, күн тәртібін дұрыс құру, ұйқы уақытын реттеу. Екінші тапсырма: жұмысқа қабілеттілікті сақтаудың маңызы тақырыбында шағын эссе жазыңыздар. Мысал ретінде қысқаша үлгі: жұмысқа қабілеттілік адам денсаулығы мен оқу үлгеріміне тікелей әсер етеді. Егер адам уақытында демалып, дұрыс күн тәртібін сақтаса, ол аз шаршап, тапсырмаларды тиімді орындайды. Сондықтан жұмыс пен демалысты дұрыс үйлестіру өте маңызды. Осындай секілді өздеріңіз шағын эссе жазыңыздар. Сіздермен болған мен Рауа Болатбекқызы. Келесі кездескенше.